Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан және бұл Бокоплей арнасы. Бүгінгі видеода біз универде оқудың плюстары мен минустары туралы айтамыз. Және ең бірінші плюстарынан бастаймыз. Go! Бірінші, мамандық бойынша жұмыс істеу. Сіз оқуыңызды бітіргеннен кейін диплом алып өзіңіздің мамандығыңыз бойынша жұмыс істейсіз, және сіз минималды жалақы алмайсыз, себебі сіздің мамандығыңыз болады, және сіз кез келген уақытта жұмыс іздеп таба аласыз. Және негізгі плюсы университетте оқудың осы деп санаймын. Екінші, білім алу мүмкіндігі. Университетте оқып жүргенде сіздің кітап оқуға және басқа да материалдарды оқуға көруіңізге, ютубта видеолар көріп өзіңізді жетілдіруге мүмкіндігіңіз жұмыс істеп жүрген адамға қарағанда көбірек болады, себебі сіздің уақытыңыз жұмыс істейтін адамдарға қарағанда көбірек болады, және бұл сіздің жеке дамуыңызға, тұлға ретінде дамуыңызға көп әсер етеді, және білім алу сізге оңайырақ болады. Үшінші, жаңа адамдармен танысу. Университетке келгенде сіз жүздеген адамдармен танысасыз, және олардың ішінде өзіңізге барынша жақын және сізге қызықты адамдармен қарым-қатынас жасап бастайсыз, және болашақта сіз олармен бірге бизнес ашуыңыз мүмкін, болашақта сіз олармен бірге бір жұмыс істеуіңіз мүмкін, болашақта сіз олармен бірге саяхатқа шығуыңыз мүмкін, және ондай адамдармен университетке әсіресе ақымақ адамдар түспейді. Енді ақымақ адамдар да болады, бірақ арасында негізінде өте сауатты адамдар болады, және олармен танысуға жақсы мүмкіндік береді. Әсіресе ауылдық жерлерден үлкен қалаға келген жастарға бұл өте үлкен мүмкіндік, және таныстардың санын көбейтуге бұл жақсы мүмкіндік деп санаймын. Төртінші, үлкен қалаға үйрену. Сіз егер де бір кішкентай қалалардан немесе ауылдық жерлерден үлкен қаладағы университеттерге түссеңіздер, Астана, Алматы сияқты немесе шетелге кетсеңіздер, онда ол сіздің үлкен қалада өмір сүруге үйренісуіңізге үлкен қатты әсер етеді, және үлкен қалада сіздің өмірге кәдімгідей дайын боласыздар, себебі университет оқып жүріп сіз осы қаланы зерттеумен айналысасыз, және сіз осыған үйренісіп кетесіз. Бұл негізгі плюстарының бірі. Ал енді минустарына көшейік университеттің. Бірінші, ол сіздің 4-6 жыл бойы өміріңіз кетеді деп сіздерге толықтай айта аламын, және 4 жыл уақытыңыз сіздің кейде адамдар өздеріне ұнамайтын мамандықты оқып, өздерінің 4-6 жылдарын бекерге кетіреді, және бұл өте қате шешім деп санаймын. Және бұл негізгі минустардың бірі, себебі сіз 4-6 жыл бойы жұмыс істеп ақша тауып, өзіңіздің капиталыңызды құрастыруға мүмкіндігіңіз өте аз болады университет оқып жүргенде. Екінші минусы, ол бос уақытыңызды көп алады, себебі сіз университетке барып сабақ оқисыз, және әртүрлі бақылау, СРС, эссе жазасыздар, неше түрлі қиын экзамендер тапсырасыздар. Бұның бәрі сіздің уақытыңызда, тіпті егер сізге былай онша көп уақытың кетпейтін сияқты көрінгенімен де сізге барып документ жинау керек, бір нәрсе істеу керек, өте көп майда тірліктер көп болғандықтан сіздің көп бос уақытыңызды университет алады. Бұған дайын болыңыздар, егер университетке түскелі жатсаңыздар. Үшінші, әрқашан стрессте болуға мәжбүрлейді. Сіз әрқашан стрессте боласыз, сессияға дайындаласыз, стресстер тапсыру, бақылау тапсыру, әртүрлі стресстік ситуацияларға түсесіз осы университеттің кесірінен бірінші очередь. Себебі бұл оңай емес, сіздерге көрінгендей университетте оқу оңай емес негізінде. Төртінші, саған керек емес пәндерді оқуға мәжбүрлейді. Әсіресе бірінші курста биология сияқты, тарих сияқты сабақтарды біз ол сабақтарды мектеп уақытында өтіп кеткенбіз, және оларды қайтадан оқығанымыз бұл ақымақтық деп санаймын, және студенттердің көп уақытын жай ғана алу үшін ғана қойылған сабақтар, себебі бекер бос жүрмесін деп сабақтарды әртүрлі бізге керек емес, маңызды емес сабақтарды тықпаштай береді. Бұл өте қиын. Негізгі біздің университеттік жүйеміздің негізгі проблемасы осы. Бізге маңызды сабақтарды ғана үйретудің орнына олар бізге маңызды емес заттарға ойымызды бөліп, біздің уақытымызды алуда. Бесінші минусы, университеттің бізге жұмыс істеуге кедергі болады. Сіз қанша жерден жұмыс графигіңіз келтіріп тапсаңыз да, бұл сізге өте қиын болады, себебі университетте сіздің сабағыңызды әртүрлі уақытқа қояды, біресе азанда болады, біресе түсте болады, біресе кешке болады. Сіздің жұмыс істеуге графигіңіз келтіру өте қиын болады, және табысыңыз да, жұмыс істеп табатын табысыңыз да өте аз болады университет оқып жүргенде. Бұл негізгі университеттің минустары болды. Ал енді сіздер өздеріңіз
ойластырып осы минустар мен плюстарды салыстырып сізге университетке түсу керек пе жоқ па өздеріңіз шешесіздер. Бірақ мен өзім университетте оқып жатырмын, бұл бір нәрсе туралы айтатын сияқты. Сіздерге ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған Vocaplay. Сау болыңыздар.